Сәлем досым, бүгін біз мен айтқан сөзді қайталама ойынын ойнаймыз. Ойынның шарты, мысалға, кез келген айды ата деп сұрақ қоямын. Менің жауабым наурыз айы. Ал сенің жауабың менікімен сәйкес келмеу керек, себебі сенде 3 өмірің бар. Егер де менің жауабыммен сәйкес келіп қалса, сен бір өміріңнен айырыласың. Ойын шарты түсінікті деп ойлаймын. Ендеше біз бастаймыз. Бірінші сұрақ. Өзіңе ұнайтын айды ата. Менің жауабым шілде айы. Келесі сұрақ. Кез келген жануарды ата. Мысық. Бірден 10-ға дейін бір сан айтыңыз. Жеті. Допқа қатысты бір ойынды атаңыз. Волейбол. Өзіңе ұнайтын түсті таңда. Қызыл түс. Кез келген үй жануарын ата. Ит. Ақша, алтын немесе күміс. Ақша. Бір қоғамдық көлікті атаңыз. Автобус. Бір супергеройды атаңыз. Өрмекші адам. Теледидар, ұялы телефон немесе ноутбук. Ұялы телефон. Бір смайлик гүлді таңда. Мен мына гүлді таңдадым. Қазақстанның бір қаласын ата. Астана. Кез келген бір сусынды атаңыз. Пепси. Кез келген жемісті атаңыз. Құлпынай. Кез келген құсты ата. Бүркіт. Өзіңе ұнайтын бір мультфильмді ата. Ойжұмбақ. Кез келген мейрамды атаңыз. Сегізінші наурыз. Кез келген көкөністі ата. Қызанақ. 100-ден 110-ға дейін бір сан айтыңыз. 113. Сен қандай сан таңдадың? Қай айда дүниеге келдіңіз? Мен наурыз айында. Кез келген гүлді атаңыз. Раушан. Аптаның бір күнін атаңыз. Жұма. Балмұздақтың бір түрін атаңыз. Құлпынай қосылған балмұздақ. А әрпінен басталатын бір мемлекетті атаңыз. Америка құрама штаттары. Кез келген аспапты атаңыз.
домбыра. Бір мамандықты атаңыз. Мұғалім. Бешбармақ, манты немесе палау, қайсысын таңдайсың? Мен бешбармақты таңдадым. Алма, қарпыз немесе құлпынай, біреуін таңда. Мен қарбызды таңдадым. Б әрпінен басталатын мемлекетті ата. Бразилия. Ең соңғы сұрағымыз. 0-ден 5-ке дейін бір санды атаңыз. Байқаңыз, менікімен сәйкес келіп қалмасын. 3 саны. Ал осымен ойынымыз аяқталды. Менің жауабым мен сенің жауабыңның қаншасы сәйкес келді? Ойын соңында қанша өмірің қалды? Комментарияға жаза кет, мен міндетті түрде оқимын. Ойын ұнады ма? Ойын ұнаса, лайк басуды ұмытпа, және де менің парақшама тіркеліп, комментария қалдыр. Келесі кездескенше.